Жыла дала, жыла тау, жыла бәрің, жыла бүгін Атырау жыла нарын, атағыңды сан жылдар асқақтатқан, пәнименен қоштасты бұладарын. Бойында көктің күші, даланың нәрі бар, еңбегімен еліне танылған қаранар, абзал азаматымен қоштасқан, қалың елінің жүрегі осылай деп сөйледі, көңілі осылайша босат. Ентерей шапқан есілердей, еділ мен жайық арасында еңбек көрігін қыздырған, әр ойының астарын кемел кестелеген, көркем сөзін кесіп айтар билікпен дестелеген, қайран жәкем. Құм нарынның төскейінен, боз жусанды байтақ елдің беткейінен, басы шуақ, баурайы бұлақ, сіздей дара, сіздей пана ер туар ма енді өзіңдей. Жазықсыз әкеңізді қолынан қайра, баласымен қоштастырмай сүйрей жөнелген, қос милиционердің қорлығы, 10 жасыңызда балаң жүрегіңізге өмірдің қаталдығын айқындап, орыс ойшылы не істеу керек деген сауалын сіз де ерте қайталадыңыз. 14 жасыңызда ауыл іргесіндегі егіс даласынан табылып, сықыры көп ескі трактор рөлінен болашақ бағдарына көз салдыңыз. Сөйттіңіз де сүйсінері көп, сапарлы жолға қарай аяңдадыңыз. Алматы мал дәрігерлік институтынан жоғарғы біліммен қатар, махаббатыңыздың мәңгілік кейіпкеріне айналған мұнараңызды, аймаңдай, аққөк мүсін қылараңызды ерте келіп, еліңді қуантқаныңыз да есімізде. Түпсіз дария, мың арналық өмірбаян баспалдағы, қиядағы қиғаш жағалауындағы Құрманғазы ауданында басталды. Жігіттікке тән жігерлі болудың, жалынды болудың әліппесін, сол тарихи хандықтың босағасынан үйренгеніңізді сан мәрте риза көңілмен қайталайтынсыз. Дендер ауданындағы жылдарыңызға деген сүйіспеншілігіңіз шығар, сол өлкеге қарай бет бұрсаңыз, көрінген сонадайдан Дендер тауым деп шалқи түсетінсіз. Ұлт кемеңгері Дінмұхамбет Қонаевтың Амангелді Кеңшарының дәулетін көріп, Елтайдың еңбеккерлерінің еңбектегі ерлігіне, халқының елдігіне сүйсініс танытуы, Кеңшар директоры рөлінде жүрген өзіңізге де көрсетілген ықылас болатын. 1970 жылдардың өзінде қазақтың түсіне кірмеген көгілдір газды ауыл тұрғындарына тартып беріп, жылылықтың алауын жаққаныңызды, селоны көгалдандырып одан да алғыс тапқаныңызды, елтайлық жергілікті халық әлі күнге дейін жырға айналдырып келеді. Қазаны мен Қазынасы ортақ Исатай мен Махамбет аудандарының әкімі лауазымда сан жылдар бойы басқарып, тәуелсіздіктің тұғырын биіктетудегі белсенді істеріңіз ел тарихына қашалып жазылды. Қазақстанның халық жазушысы әйгілі ақын Хамит Ерғалиевтің есімінің туған ауылына, дәулескер күйші Ғибатолла Масалимовтың есімі осы ауылдағы орта мектепке берілуіне бастамашы болуыңыз, тарихқа деген, таланттарға деген биік талғамыңыздың бір ғана көрінісі іспеттес. Көне Сарайшықтағы Ақшаңқай үйлер жобасының қалануы, туған жер тұшығдықты қайта түлету жылдарындағы ерте тұрып кеш жатып, шаруа қуған шабысыңыздан көктің бұлты түріліп, өзіңіз қолдан құйған ірілігіңіздің лебі білініп тұрушы еді. Чапаев Кеңшарының шабытына шабыт қосылып, жетістіктері тасқындап, республикасы талай мәртебелі туларды жеңіп алуы жерлес жұртыңның ортақ жеңісі еді. Сол шақты халқың базарланып, ақындар ажарланып жырға қосты. Маңдайынан тер ағып талайлардың, кеппегенін көргенмін самайлардың, қырауланған қаратон 6 ай бойы, иығынан түспеген жанайлардың.
мәдениет пен өнердің, руханият пен ғылымның, нәрлі кәусарынан сусыныңызды қандырып, зерде мен зейіннің телегей теңізін төңіректеген зиялылығыңыздың өзі болмыс бітіміңізді бекітете түсетін. Кітап маған тақтанда қымбат деген Шекспир сөзіне лайықты өмір сүрген бір кісі болса, ол да өзіңіз едіңіз. Барған жеріңізден көз қызықтырар жауһат емес, ақылды қуаттандыратын құрал кітап деген ауқат арқалап қайтушы едіңіз. Төргі бөлмеңізге асыл қазынаңыз кітапты төрлетіп, түн бойы әлем құпияларымен, ұлттық салт санамыздың боямасыз дәстүрімен тілдестіңіз. Соның арқасында үлкенді қалауды, кішіні бағалауды, жоқ жітікті жағалауды үйреніп, 8 қырлы бір сырлы ел ардақтысына айналдыңыз. Сөздің деңгейі мен өлшеуін білетін, жақсыны көрсеңіз жарқырай күлетін, пейіліңізге жаратушымыз эстетикалық сезімнің сұлулық әлемі, өнерді қоса сыйлауы қандай ғанибет еді. Жігіттің көркем өнері, талап кісі мұраты, өнері қалмақ артында дүниенің өшпес шырағы деп жырлаған Майлықожа ақынның арнауы, Сырнайдан саз самаласын соғып, қоңыр дауыстан жан тербеген үн тауып, айналасына ән базарын сыйлау, сіздей серлерге ғана жарасқан. Шабыттансаңыз шалқып кететін, балдәурен күнгідей балқып кететініңізді байқаған нұралы құдаңыз осындай сәтте. Сан жылдар өтті қатар санайымыз, мінекей қырауланды самайымыз, тұр қарап бірақ сенің дидарыңнан, баяғы балағыңғы жанайымыз. Әлі де суреттейсің салып қойған, секілді жүзің нұрға малып қойған. Қайта бір көргендейміз бұл дәуренді, боқсақтың жағасында қалып қойған деп, өзіңізге жырдан ескертіш қалады. Отбасы деген от қызуы сөнбес әлемді, шаңырақ деген нәзік, әрі шынайы ғаламатты ақ жүрегіңізбен аяладыңыз. Көрсе көз қызғарылдарыңызбен қыздарыңызды, жылдың жарқын жазындай, көлдің ақ қуқазындай, қылараңыздың ұялы алақанында, жанның айнасы мінез байлығына, ізгіліктің иірімдеріне баулыдыңыз. Қадырға айтпас сол бір асыл қасиеттердің немере жиендер бойынан табылғандығын көріп, Шаха, Әбөк, Димок, Бикон, Торешка, Томи, Рабилок, Нони, Айок менің айналайындарын деп асқақтатушы едіңіз. 80-нің сеңгіріне қарай алаңсыз жол салған бақытты ғұмырыңызды Руслан ұлдың қапиядағы қазасы үлкен азаға бөледі. Бауыр балаңызды жоғалтып, жан жүрегіңіздің ішкі арпалысына, асау ағынды дүниенің жазылмас күйселісіне жолығып, сөз тауып айтуға түйіліп отырған өзіңізді көріп, артын сүйіндірсін деген аталы сөзге ерік бергенбіз. Толқыны қатты қаза екен, өлімге сабыр, өкінішке айла, жүрегіңізге ем шипасын таптырмады. Жетпіс екінші түні өзіңізді де мәңгілікке жоғалттық. Жүрекке тағы салмақты салдың қоздаған, қол бұлғап әлде жатыр ма анау боздалаң. Асығып барат ұлына қарай елдегі, бір қаранар бұйдасын сүйреп боздаған. Атырау облысының және Құрманғазы, Исатай, Дендер Махамбет аудандарының құрметті азамат атақтарын еленген, өзіңіздей қаранардың туған жер, ата-бабалар қорымында тыныстағаныңызға да жыл толып қалыпты. Қасыңызға Русланды ертіп, мәңгіліктің мұңды музасын шерткен сіз бізге қайтып оралмадыңыз. Жұмақ төрінде дамылдаңыз, даңғайыр даланың дарабоз ағасы. Осындай мен жан-жақта жолдастарым жүргенде, жақында жүргенде туыс осындай мен құда, жиен, жежандар осының бәрі келіп қауғалағанда, мен қандай сіздердің алдарыңызда иіліп бас исем де, сіздерге қаншама сетті көрсетсем де, ол түкке тұрмайтындығын өзін сезінемін. Бірақ тірі тұрғанда сіздердің алдарыңызда
басыңды иіп, сәлемді ұмытпастық өзінің бір басың дұрыс болса болады. Болатындығына сіздердің алдарыңызды иіп тұр, сәлем етемін, иіп тұр сіздер үшін қызмет етемін, қай уақытта да. Жайықтың ерке суындай, ентелеп соққан жағаны, тулаған көңіл құлындай, сағындық сері ағаны. Кеудемді ашып самалдап, бет қалып байтақ даланы, құмнарын жаққа алаңдап, сағындық сері ағаны. Айналып мерей мақтанға, қалқына болған бағалы, ойын той қызып жатқанда, сағындық жанай ағаны. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем